Доход берется за любые 3 года подряд, начиная с 1995 года. При этом доход с 1998 года должен подтверждаться 10% пенсионными отчислениями. Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті коммуникация қызметінде зейнетақы жүйесін жаңғырту халықтық үкімет мемлекеттік одағы корпорациясы туралы брифинг өтті. Іс-шараға жергілікті әлеуметтік төлем айыру орталығының басшылары мен журналистер қатысты. Кездесу барысында зейнетақы жүйесінің жаңа түрлері талқыланып, азаматтық үкіметтің құрылуы жайлы сөз қозғалды. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ведомствоаралық әлеуметтік төлем айыру орталығының басшысы Сәулеш Дүйсенбинаның сөзінше, зейнетақы жүйесін жетілдіру болашақ жастарды жұмыс жасауға одан әрі талпындырады дейді. Стаж работы по трудовой книжке, стаж работы, учеба в высшем учебном заведении, среднеспециальном учебном заведении, профессионально-техническом учебном заведении. Ең төменгі зейнетақы алмас үшін 20 жыл еңбек өтілі қажет. Ол дегеніміз 1998 жылдан бастап 6 ай көлеміндегі уақыт аралығындағы жылдар жатады. Еңбек өтіліне жоғары оқу орындарында білім алған кездері әскердегі қызмет және бала күтіміндегі 3 жыл мерзімдегі уақыт аралықтарын жатқызамыз. Қазіргі таңда Солтүстік Қазақстан облысында 100 мыңға жуық тұрғын зейнетақы алады. Соған байланысты ең төменгі зейнетақы мөлшері 38 мың теңгені құрайды екен. Базалық жүйе 1998 жылдан бастап 6 ай мөлшеріндегі еңбек өтілі бойынша есептеледі дейді мамандар. Бірдей тағайындалып отыр. Ол дегеніңіз 11.965 теңге. 1 июль 18 жылдан бастап жаңағыдай еңбек өтілімен есептеленетін болады. Ол үшін ешқандай документ, құжаттар жинап керегі жоқ. Өйткені қазіргі алып отқан зейнеткерлер қандай құжаттар тапсырылды, сол бәрі бізде бар, сол арқылы есептеленетін болады. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша биылғы жылғы зейнетақы мөлшерінің орташа мөлшері 53 мың теңгені құрап отыр. 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақыға бірнеше өзгертулер енгізіледі деп жоспарлануда. Бұл болашақ зейнетке шығатын тұрғындар үшін жаңа жүйенің біріне айналар сөзсіз.